Достар сәлем. Қыс болды Алматыда. Мұрнымыз қызарып, су әкелуге бара жатырмын. Бағана ажырасқан балалы әйелдерді еркектер үйленсе, сауап болады, керемет болады, жақсы әйел болса, жақсы отбасы болып кетеді дегендей сондай ұғым болды. Және сол видеоның астында бір комментарий. Еркек жақсы көрсе, шынымен қанша баласы болса да алады деп жатыр. Ал егер әйел басы бос болып, балалары бар, балаларын өзі тәрбиелеп жатқан еркектің балаларын қабылдау неге қиын деп сұраған екен. Соған айтарым, білесіз бе, қазір мені түсінесіз бе жоқ па білмеймін, менің өз ойым. Егер сіздің алдыңызға адам келсе, ол сізге ұстаз. Егер ол сіздің балаларыңызды өз анасындай қарамай, қатыгез болып жатса, ол адам сіздің адамыңыз емес екені белгілі ғой, ол түсінікті, біріншіден. Екіншіден, мүмкіндік болса, балаларды өз анасы өсірсе, ал өзінің сол балалардың әкесі қаржылай көмектессе, демалыс күндері немесе мектептегі каникул кездерінде көріп тұруға болады, тым жиі болмаса да. Әйелдің, балалардың анасына эмоционалды, моральды қолдау жасап тұру керек. Ажырасып кетті ма, көбісі қазақтарда қалай: ой, сен оңбайсың, сен тұрмысқа шықпайсың, сені кім алады дегенде әңгіме айтады. Көбісі сөйтіп естимін. Баса береді. Басқан еркек, ол өзі басылған еркек негізінде, ар жағында түбінде. Солай баспай, қолдау жасаса балалардың анасына, дос ретінде, көрші ретінде. Болмай ма не олай? Ар жақтарыңызда бір көкіректеріңіз тесіліп қала ма? Олай істесеңіздер. Қолдау жасасаңыздар, бала да жақсы, әкесінде көріп келеді, анасымен тұрады дегендей. Сол кезде еркек адам қалаған сүйетін әйеліне қосылып кетеді. Тағы айтайын, әр еркек үшін ең маңызды осы өмірде әйел. Әйел маңызды. Сол әйел үшін еркек көп нәрсе жасауға дайын. Оның балаларын өсіруге, жағдайын жасауға, ол әйелге байланысты. Әйел жақсы болса, әйел энергиясы жоғары болса, шынымен жүрегі ашық адам болса, ақылды әйел болса, ол бір ғана жақсы еркек тартпайды, көп еркек тартылады оған. Ол соның арасынан таңдап алады. Сондықтан алдарыңызға басқа әйелдер келіп жатыр ма, қатыгез, сынған, іштей, әлсіз әйелдер келсе, босатыңыздар, сау бол деңіздер. Жүрміз ғой бәрімізде сол 8-10 жылдап жалғыз басты болып, ештеңе де болған жоқ. Жұмыс бар, үй бар, бала шаға бар, тірлік бар, жүрміз. Спорт бар. Спортқа барыңыздар, энергияңыз шашылып бара жатса.